Қабдеш Жұмаділов. Қайран қарындастарым-ай. Әттең қарындастар-ай, шуламай қоя тұрыңдаршы. Сөзге қонақ беріңдер. Арадай талайтындарың не адамды? Айтқаным айтқан, адал махаббаттың жер бетінде бар екендігіне титтейде күмәндарың болмасын. Білем, махаббат жайында сөз шықса, миықтарыңа кекесін күлкі үйірле қалады. Сүйемін деген адамға таң тамаша боп, аңтарыла қарайтындарың да бар. Шындарыңды айтыңдаршы. Бір кездері өздеріңді өртене сүйген, алғашқы махаббатын жеткізіп айта алмай, алқына сыбырлап тұрған бір жас жігіт әрқайсының естеріңде болар. Жоқ деп көріңдерші кәне. Болды, қызармай-ақ қойыңдар. Міне, солардың бірі менің де есіме түсіп отыр. Жарайды ендеше, аузымды қыздырып болмадыңдар ғой. Бекер отырғанша сендерге бір қызық әңгіме айтып берейін. Оған да бірталай жыл болды. Университеттің алғашқы курстарында оқып жүрген кезіміз. Жатақхананың бір бөлмесінде 4 жігіт тұрдық. Бірге оқып жүргеніміз болмаса, төртеуіміз дүниенің 4 бұрышынан келгендей, мінездеріміз қым қиғаш еді. Ішіміздегі басының дымы кеппеген жастауы мен едім. Әлі ештемеге ден қоймаған, әрнеге бір ұрынып жүрген албырт кезім. Кімнің бойынан жылтыраған артықшылық көрсем, соған жуық жүрем. Сондықтан да болар, менің серіктерімнің әрқайсысы бір өнерден құр емес еді. Қол аяғы серейген ұзын асқар өз алдына бір дүние. Бірінші разряд боксер болатын. Күнде таңертең ортекедей ойнап, шабынған асқардың дүбірінен оянатынбыз. Терезенің жақтауына бір газетті асып қойып, қолда аяққа тұрмай қалшылдап, соны қойғылайтын да жататын. Өзі бір бала секілді ақ көңіл жігіт еді. Оның шақпақ-шақпақ бұлшық еттерін көргенде басқа дүниені ұмытып спортқа аңсарым ауатын. Асқарға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын Асылхан бір бөлек жан. Мектептен кейін бірталай жұмыс істеп келген ересек, пысық жігіт. Өзі ауқатты, қалтасынан ақша төгіліп жүреді. Ала қағаздан аулақ, суыт жүрістің адамы. Үйге қонбай 2-3 күн деп жым-жылас жоғалып кететін де бар. Стипендиясыз қалғанына Асылхан айылында жимайды. Дегенмен осы жігіттің қауым арасында абыройы да бар еді. Менің көзіме ол жай біреу емес, қалайда бір киелі адам сияқты болып көрінетін. Әйел затына келгенде перісі бар деуші еді жігіттер ол туралы. Сол үшін оны әркім-ақ сыйлайтын. Шынын айтуым керек қой, Асылханның жігіттік жеңісі мені де қатты қызықтырушы еді. Асылханға от пен судай қарама-қарсы біздің бөлменің 3-ші тұрғыны Қажым. Осы бір ғажайып адам күні бүгінге дейін көз алдымда. Ұяңдау, сарғыш шашы жалбырап тұратын аққұба арық жігіт еді. Үлкен қой көздері жұмсақ нұр шашып, адамға бір түрлі ойлы қарайтын. Үнемі көзілдірік кигендіктен кеңсірігінің үстінде қызарған дақ тұрушы еді. Осы жігітті мен жанымдай жақсы көрдім. Оның ұшан теңіз білімі, шуақты жарқын ойлары мені магниттей тартып тұратынды. Әсіресе оның салқын сабырлығы мен ерік күші мені қайран қалдыратын. Басқаларымыз болымсыз нәрсеге қызыл кеңірдек боп қырқысып жатқанда, ол бір шетте, елеусіз ғана отырар еді. Ұсақ әңгімеге араласпайтын. Ал бір сөйлесе түбін түсіре, жеріне жете сөйлеуші еді. Ол тіпті көп білетін, тірі шежіре десе болғандай. Қай кезде оқып алғанын кім білсін, батыс пен шығыс әдебиетін судай сыпырушы еді. Сонау бір өткен классиктер жайында нақ соның қасынан келгендей тамылжыта төндіре сөйлейтін. Емтихан кезінде бізге ұсап тұмсығын шаншылап оқып жатама ол. Баратын да сұраған жерінен жарып жауап беретін. Шынымды айтайын, Асылхан мен Қажымның ортасында мен едәуір ыңғайсыз жағдайда жүрдім. Жастықты қойсайшы, екеуіне де ұқсағым келеді. Бір басымды қайсысына тартарымды білмей дал болам. Ол бір менің өзімше жігіт болып, бой түзей қалған шағым ғой. Ешкімге мойным жар бермей, кеш болса үйде тағат тауып отыра алмайтынмын. Мұндайда Қажымның қасында қалудың өзі азап. Шұқ-шүйіп ертеңді кеш кітаптан басын бір алмайтын еді ғой сабазың. Тегі ғылымның да адамға берер ләззаты көп-ау деймін. Осындайда мен шыдай алмай, қойшы енді кітабы құрғырды, лақтыршы дейтінмін жалынып. Одан да біраз билеп бой жазайық. Би дегеніңіз аяқтың өнері ғой деп ол күледі.
Жігітке әуелі бас керек, бауырым. Қызбен таныспайсың ба? Омалып үйде отырсаң өзі іздеп келеді деп пең, деп мен де қажай түсемін. Асығатын не бар? Маған деген қыз жүрген шығар бір жерде. Қолыңа ілінгенін ала салушы мен, бір сұлуын таңдап ұстамайсың ба? Жоқ, дейді қажым басын шайқап. Сұлу әйел маған қол емес қой. Онымен шұғылданып отыруға мұрша бар ма? Бір жолы мен оның өткен өмір жайында сұрадым. Ол бөлменің ішін әрі-бері кезіп жүріп әңгіме шертті. Білем, жасына жетпей қартайған, жетесіз жігіт деп мені сөгесіңдер. Мүмкін солай да шығар. Сендердің сындарыңа толу үшін маған қайта туу керек қой. Осыны айтып ол бір сәт үнсіз қалды. Шешені туа сала жұтыппын. Бір үйде әкем екеуміз ғана тұрдық. Әкем соғыста екі аяғынан бірдей айырылған мүгедек болатын. Жеткілікті пенсия алып тұрды. Бірақ екі аяғымен бірге жайдары жүз, көңілді күлкісін де сол жаққа тастап кетсе керек. Тым қатал кісет, көп ішетін. Тек ішкен кездерінде ғана жұмсарып, бір қам көңіл күйге түсетін. Бала болып еркелік, шолжақтық дегенді білдім бекен мен. Оқудың сыртында бір үйдің шаруасы мойнымда болды. Сәл қылдан тайсамақ, балдағымен жондата салып жіберуден менің әкем тайынбаушы еді. Мұны әкемді жек көргендіктен айтып отырғаным жоқ. Мен оны аса қадірлейтінмін, әрі өзін соншалық аяйтынмын. Көкірегінде лықсып жатқан ашу ызасын менен өзге кімнен алушы еді ол? Бұл күнде марқұмды сағына еске аламын. Әкемнің емен балдағы арқамда талай рет осып кеткені есімде. Бірақ онда тұрған не бар? Оның есесіне тұрмыстың таяғын азырақ жейтін шығармын. Оның әңгімесі адамды еріксіз ойға қалдыратын. Мені ойлануға үйреткен қажым десем де болар. Шіркін, олай ойлаудың өзі де өнер екен ғой. Өмір деген қызық қой. Екінші бір күш кеп, мені Асылқан жаққа итермелейтін. Қанша байсалды болайын десең де, жастық шіркін өзінің дулы жәрменкесіне сүйреп-ақ әкетуші еді. Кейде маған Асылқаннан бақытты ешкім жоқтай көрінетін. Барлық қызық соның қасында тұрғандай, ол сыланып бір жаққа жиналып жатқанда, аузым аңқайып қарап қалам. Сайтанның өзі де өңді немеді ғой. Толқын бұйра шашты, аққұбаның әдемісі. Түлкінің көзіндей жанып тұратын көзінде бір пәле бар еді әйтеуір. Ақ көйлек қара костюм киіп шыға келгенде қарлығаштай қылаң ұратын. Ал енді оның бір мезет уайымдап, кейгенін көрген емен. Үнемі мейманасы тасып, көңілді жүреді. Бізге айтатын сөзі мынау. Жігіттер, заман екі келмейді, өгіз аттай желдейді. Айналдырған аз өмірде қармап қалу керек қой. Бұл сөз менің көкейіме қона кетеді. Шама келсе мен де қармап қалсам деп ойлаймын. Қармағанда қыздар жөні ғой әрине. Асылқан қатарынан бірнеше қызбен жүреді. Бір өңкей мөлдіреген сұлу қыздар. Асылқанды өздері іздеп келетінін қайтерсің. Тіпті оқу бітіріп кеткен қыздар облыстардан іздеп келеді-ау. Кейде ойда жоқта есік қағылады. Асқар екеуміздің қай бұрын ұмтылғанымыз жүгіріп шығамыз. Есіктің алдында бейтаныс қыз тұрады. Кім керек қарындас? Бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай, бәрінің айтатыны бір ғана есім. Асылхан. Ол қазір жоқ еді, үйге кірсеңші дейміз өтініп. Қыздар бізге көз қырында салмайды. Қабақтарын шытып, сағаттарына қарайды да жөнеле береді. Қыздармен кездесуден кейде Асылханның өзі де бас тартады. Әлде бізге өзінің құдіретін көрсеткісі келе ме? Осыларақ тойдырып болды-ау. Жұғыса кетсең шырмауықтай оралады. Үйде жоқ дей салыңдаршы Құдай үшін, деп кәдімгідей кейіп қалады. Мұны көрген біз жағамызды ұстаймыз. Осы сенің не сиқырың бар? Қыздардың басын қалай айналдырып ала қоясың? Деп сұрайды Асқар шын қызығып. Бұдан оңай нәрсе бар ма? Сонда қалай енді, айтсайшы. Әйелдердің осал жерін білемін, дейді Асылқан астамшылықпен. Асқар біраз жабырқап отырады да, жігіттер, мені қай сайтан түртті екен, деп санын соғады. Не боп қалды сонша? Өткен жылы әкем бір жекжатымыздың қызын айттырмақ болғанда, ат тонымды ала қашып, көнбей қойып ем. Енді ойласам оның бекершілік екен. Қайтсын, ойнаған боп ойындағысын айтып отыр. Жүргенге жөргем ілінет деген соң, Асылханға атқосшы боп мен де бірталай салпақтадым. Бірақ адамның жұлдызы оңынан тумаса не шара. Асылхан қанша баулса да менен ештеңе шықпады.
Қыздың қасында оңаша қалсам-ақ, аузымнан сөзім түсіп, берекем қашады. Кілең бір мағыналы сөздер тауып айтқым келеді. Өмір жайында, махаббат жайында философия соғам. Амал қанша, қыздар менің сөзімді самарқау тыңдайды, зерігіп есінейді. Сөйтсем, ондайда қайдағы бір ұсақ түйек дүниелер сөз болатын көрінеді ғой. Мұны көрген Асылхан былай шыға бере менің құлақ етімді жейді. Ей, қыз алдында қалтырап қоя беретіндерің не сендердің? Жүрегіңді қолыңа ұстап қылғынасыңда қаласың. Ағыңнан жарылып алқына сөйлеуді қойшы осы. Ондай сөздің қыз үшін көк тиынға құны жоқ. Ойлануға шамасын келтірмей билеп төстеп алып кетпейсің бе? Әрнені бір шатып, ой түсіріп нең бар жаным-ау? Жомарт табиғат әркімді бір өнерден құр алақан тастамаған ғой. Асылхан да өз ісінің шын шебері. Қыз алдында қандай батыл. Жай күндегіден мүлде өзгеріп, шоқтығы биіктеп кететін. Оны көргенде менің есіме ауылдағы Бақтияр деген жылқышы түседі. Ол тепсініп жетіп барғанда, құлағына қол апартпайтын не бір асау, қолтығының еті дірілдеп тұра қалушы еді. Асылханның қасына келген қыздар да салмағынан айырылып, жеңілтек болып кетеді екен. Орынсыз күлегештеп, езулері жиылмайды. Оның әншейін айта салған түкке тұрғысыз сөзіне іштері қатып қалады. Сонан соң жылан арбаған торғайдай жақындай береді. Мен Асылханның әр қимылын мүлт кетірмей бағып тұрам. Сіз деп сызылып тұрама ол, әңгімені әзілден бастайды да сенге көшіп ала қояды. Сиқыр дерсің. Бір уақытта қыздың қолын аялай ұстап, алақанына салып тұрғанын байқайсың. Енді біраздан соң әлгі қыз Асылханның қолтығында кетіп бара жатқанын өзі де сезбей қалады. Осы бетімен Асылханның артында қанша жүргенімді кім білсін, егер қысқы емтиханда 2 сабақтан 2 алып, стипендиясыз қалмасам, бұрынғыдай емес, ақыл кіріп, тізгінімді қымтып ұстайтын болдым. Студенттік өмір де қызық еді-ау шіркін. Өстіп жүргенде қысқы демалыс болды. Ауылға барып 10 шақты күн аунап-қунап қайттық. Демалыстан оралғанда мен қажымда бір өзгеріс барын байқадым. Тіпті сергек, 2 күннің бірінде киім үтіктеп қырынып, сыланатын болыпты. Бұрынғыдай кітапқа көміліп отыру жоқ. Кеш болса әлде бір жаққа асығыс жөнелетінді шығарған. Құдай, бірдеме берерсің деймін қуанып. Өздігінен sıраша қоймаған соң бір оңашада қадала кеттім. Қажеке, жаңалық бар ғой өзіңде. Біреуге ғашық болғаннан саумысың? Айтсайшы. Оның рас болады. Іздеген адамымды тапқан сияқтымын, дейді қызарып. Менен ұялып тұрғаны. Мен сол шақта жігіт жүзінен өзгеше бір нұр көргендей болдым. Әйтеуір қажымда жоқ бір заттың орны толған сияқты. Әлде қаңыраған иесіз үйге бір базарлы семья көшіп келгендей ме? Көздерінде тек бақыттылықтан туатын жарқын нұр бар. Тұла бойын көктем тасқынындай тіршілік руға кернеп тұр. Құттықтаймын, деп қолын қыстым. Иә, қай жерде жүр екен ол періште? Осы жолы пойыз үстінде таныстым. Өзіміздің облыстікі. Пединститутта оқиды екен. Қалай өзі? Сұлу ма? Өзіме ұнайды. Аты кім? Шекер. Аты да тәтті екен. Таныстырасың ғой. Қаласаң бүгін кешке ақ ертіп апарайын. Барымызды киіп кешке жақын қыздарға қарай бет алдық. 2 қыз пәтерде тұрады екен. Шекер маған бірден ұнады.